Отбасылы еркекке алданып жүкті болдым. Қайырлы күн оқырман. Осы әңгімемді аяғына дейін тыңдап, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Қарапайым отбасыда өстім. Үйдің үлкендері ағаларым, ал мен және сіңілім кенжелер едік. Әкем бізді ерекше жақсы көріп, еркелетіп отыратын. Анам екеуінің арасындағы махаббатқа сырттай сүйсініп, іштей қызығатынбыз. Олар шын мәнінде бір-біріне серік, өмірдің бар қиындығы мен қуанышын бірге көтерген жұп болатын. Алайда бәрі бір күнде өзгерді. Анам 45 жасында кенеттен жоғары қан қысымынан көз жұмды. Сол кезде мен оқуымды енді ғана аяқтап, жұмысқа тұруға дайындалып жүрген едім. Кіші сіңілім болса мектеп оқушысы. Ал ағаларым әлде қашан өз алдына шаңырақ көтеріп, әке-шешем немере сүйіп, бақытты ата-әжеге атанған шақ болатын. Анамның қазасы біздер үшін өте ауыр болды. Қанша жасқа есейсек те, ананың орны бөлек қой. Жанымыз жабырқап, анамызды сағынып жүрдік. Уақыт емші ғой. Тірі адам тіршілігін жалғастырады демекші, әрбіреуіміз өз жұмысымызбен кеттік. Мені жұмыс қабылдап қойған. Жұмысым оқыған қалада болатын. Неше жыл сол жақта жүргесін, сол жақтан жұмысқа тұрдым. Әкеммен қоштасып, қалада әкем пәтер жалдап берген. Сіңілім мектеп бітірсе, қасымда болады деген оймен пәтер жалдады. Ол кезде сіңілім 10-шы сынып оқитын. Пәтеріме көшіп келіп, жұмысқа дайындалдым. Алғашқы күнім сәтті өтті. Жаңа ортам, жаңа өмір, бәрі жарқын болашақтың бастауы сияқты көрінген. Мұғалім мамандығы бала күнімнен армандаған қызметім еді. Бірақ уақыт өте келе көзім ашыла бастады. Ұжымдағылардың сырттай мәдениетті көрінгеніне алданған екенмін. Әйелдер мен ер адамдар арасындағы қатынастар бәрі шынайы достық пен әріптестікке емес, көңілдестік пен аярлыққа құралғанын кейін ұқтым. Әдепсіз әңгімелер, екіжүзділік, өсек пен ғайбат, осының бәрі мені күйзелтті. Сол ортаның өзі мені іштен қажыта бастады. Солай жүргенде жаңадан мұғалім жігіт келді. Физика пәнінен мұғалім. Ол жігітке де неше түрлі әйелдер жабысып, өзімен болуға ыңғай танытып, қалжың сөздерімен тиісіп жүрді. Бірақ ол жігіт мені таңдады. Менің жанымда жүріп, өзіне ғашық етті. Сөйтсем, бұл су жұқпас та олар сияқтының бірі екен. Адам тани аламын деген мені өзіне ғашық етіп, пәтеріме тұрып алды. Бір пәтерде тұрған біздер сезімге еріксіз беріліп жатып қойдық. Ол жігіт маған көп уәде беріп, жүкті екенімді білген бойда жұмыстан шығып, қашып кетті. Мен ол жігітті құлай сүйдім. Сол себепті мекен, ішімдегі сәбиімнен ертерек құтылуға асықпадым. Ол жігіт қайта келеді деп үміттеніп жүрдім. Әріден бала алдыруға қатты қорықтым. Әріптес әйелдерден сұраған сайын неше түрлі нәрсені естіп алып қорқып жүргенде, баяғы жігітімді дәмханадан көріп қалдым. Қасында әйелі мен баласы бар екен. Ештеңеге қарамай олардың қасына жетіп бардым. Сен қайда жоғалдың? Ішімдегі балаға 4 ай болды деп айқайлап едім. Әйелі орнынан тұрып шашыма жабысты. Осындай салдақыларың таусылмады ғой сенің. Тағы қандайы бар еді? Алдыма кел деп күйеуіне қарап мені итеріп жіберді. Ол жерде шағын төбелес болды. Ашуланып мен де қарап қалмай стакан тарелканы лақтыра беріппін. Ол албасты еркектің кесірінен 2 әйел де шапа шекті. Мен де ол да сындырған заттарымыз үшін ақша төлеп әрең кетістік. Сол кезде ғана ашумен ішімдегі нәрестені алдыруға барғанда бәрі кеш еді.
Бала өсіп кеткен еді. Қатты қиналдым. Не істерімді білмей, өзіме қол салып өлгім келді. Қатты күйзеліске түсіп жүрдім. Ішімде білініп келеді. Сол кездері әкем мені іздеп үйге келді. Амандық, саулық сұрап, көңілі мені алаңдап тұрғандай. Қанша жасырғым келсе де, бәрібір ішімді көрер еді. Ойланып, әкемнен ештеңе жасырғым келмеді. Жылап отырып, бар шындықты айттым. Әкем ауыр күрсініп, бәрі жақсы болады. Бұл бала менің балам болады. Жұмыстан шық, қасымда бол, үйге кетеміз деді. Әкешім-ау, ағаларым үйге кіргізбейді деп барғым келмеді. Бірақ әкем сөзінен қайтпай мені ауылға әкелді. Ауылдағы акушерге барып тіркелу керек болды. Содан бастап ауыл мені өзектей бастады. Жүкті екенімді тайға таңба басқандай ел жұрт білді. Ағаларым қатты ашуланып, түгімді қоймай ұрысқанда, әкем қарсы тұрып, кетіңдер, қызыма бір ауыз сөз айтушы болмаңдар деп, бәрінің аузына қақпақ болды. Жеңгелерім де сумаңдап тиісіп, тыныш жүрсе бұлай болмас еді. Ел жұртқа қараудан қалдық деп айтып қалды. Бұндай кезде әкем, келін шырақ, қызымды тағдыр сынады. Сол үшін қызымды қорлағым келмейді. Ел жұрт үшін өмір сүрсең, бұл үйден кет. Ақ батамды бердім. Бөлек шығыңдар деп барлығымыздың көзінше айтты. Содан кейін ешкім ешқандай сөз айтпады. Менің ұлы қорғаным тек әкем екен. Жүкті болсам да, қолымды сұраушылар келді. Әйелден ажырасқан, әйелі қайтыс болған, өзімнен үлкен кісілер. Әкемнің қарындасы бар еді. Сол үйге келіп, мына қыз тумай тұрып, анау сұрап жүрген пәленшеге бер, деп әкемді көндіргісі келді. Сонда әкем маған қарап, қызым, өзі қаласа барады. Қаламаса күштеп ешкімге бермеймін, деді. Ал менің ешкімге де күйеуге шыққым келмеді. Әкем байғұс бар жағдайымды жасады. Не ішем, не киемін дегізбеді. Баланы босанып роддомда жатқанда байғұс әкем тамақ тасып, екі ортада жүрді. Жеңгелерім мені жек көрді. Тек әкем ғана анамның орнында бар жағдайымды жасап жүрді. Роддомнан шығарып алғанда әкем мен оқушы сіңілім еді. Үйге келгенде де ешкім жақтырмады. Содан әкеме қаладағы пәтерге барып тұрайық деп өтінді. Сіңілім де мектеп бітіретін болды. Содан әкем пәтер жалдап қалада өзіміз тұрып жаттық. Әкем балажан кісі ғой. Жиенін қатты жақсы көрді. Ұл бала еді. Тек баланы емізгенім болмаса, әкем өзі бағып, өзі өсірді. Ұлым жасқа толмай жұмысқа шығып кеттім. Сіңілім де оқуға түсіп, оқып жатты. Арада 4 жыл дегенде өз теңімді тауып тұрмысқа шықтым. Әкем ұлымды бермей өзі бақты. Сіңілім де тұрмысқа шығып кеткен. Ұлдарының қолына қайта барып, ұлымды нағыз еркек секілді тәрбиелеп өсірді. Әкеме бас ием. Мені қолдамаса, сол кезде өзімді де, ішімдегі сәбиді де өлтірер едім. Қазір 3 балам бар. Тұңғышыммен жиі араласып, ол мені анасы екенімді біледі. Өгей әкесін аға деп атайды. Нағашы атасын әке дейді. Қазір ұлым мед академияның 7-ші курсында оқып жатыр. Атасының тәрбиесі ғой. Ешқандай жаман қылығы жоқ. Жаза басқан, менің көз жасымды таңдаған әкемді қатты жақсы көремін. Алла ұзақ ғұмыр берсін.